Даладан қоқыс жәшігінен немесе дәретханадан бала тауып алу соңғы уақытта жиілеп кетті. Жыл басынан бері Жамбыл облысында бір емес, бірде 2 жан түршігерлік оқиға болды. 3 қаңтарда 22 жасар әйел баласын дәретханаға тастады. Ал араға 10 күн салғаннан кейін кәмелеттік жасқа толмаған қыз көлікте босанды. Жаңа туған шақалақты бойжеткеннің анасы көліктен лақтырып жіберген. Бұл неткен қатыгездік деп, есімізді енді жиғанда тағы бір оқиға Ақтау-Атырау тас жолы бойынан қорапқа салынған өлі шараны табылады. Өз баласын өлтіретін ұрпақ қайдан келді? Кім кінәлі? Санаға маза бермеген сан сауал бүгінгі бағдарламамызға арқау болмақ. Армысыздар, сіздермен бірге әселік бар ма? Обал деген, сауап деген ұмытқан халық болып бара жатырмыз. Өз қазақ баласын шақ сөзбен тәрбиелеген еді ғой. Бірінші жаңа жаман болады дейді. Екінші ұят болады дейді. Үшіншісі обал болады дейді. Осы үш сөз жететін өзі. Біз үйде мысықты да үйге кіргіземіз. Анау қысты күні далада тоңып қалмасын, мысықты үйге кіргізейікші. Анау қатып қалады далада деп. Енді анандай жаңағы жолдың үстінде қара жолда жатқан баланы көрген кезде оны ұмытып кету немесе ойдан шығарып жіберу мүмкін болмады. Сондықтан сол күн өте бір ауыр күн болды. Түнгі сағат 3-4 кезінде мен сол өлеңді жаздым. Жанайғай. Көліктің терезесінен лақтырылып, туасалы өлім құшқан сәбидің монологы. Келдім, кеттім, мен сендерге не жаздым? Анашым-ай, осыншалық не газдың? Жатырыңнан сәл кеңірек көліктен басқа демді көрсетпедің не газ күн? Анашым-ай, құлақ салшы, құрсағыңда бүрлегем, шаранаңмын бір күнде өмір сүрмеген, сырт қалемнің салқындығын сезушем, бірақ мұнша суықтығын білмегем. Сен жылтар, девем тәнім мұздаса, алдандың ғой, жұрт сөкпесет сіздаса. Кім емет айтшы сон анашым, сүтке толып, ақ мамаң сыздаса. Әділдік бе, туасала өлмегім, маған неге сұлу есім бермедің, шілдехана жасамады әкемде, атамның да түрін неге көрмедім. Әжетайым, жанда ұртып, кіндігімді жұлмалап, құтылуға асықтың ау жылдамақ. Бесігіме бөлік қойсаң, мен сенің мазаңды да алмас ем ғой үңгәләп. Болар ем ғой, қол қанатың ермегің, әзірі елім боп шықтың ғой сен менің. Әжетай-ау, әлдилегің келмесе, баласы жоқ жанға неге бермедің? Әулетіңді тұздай құртып жоймақ пең, тілегіңді қабыл қылып қойды әттең. Әйнегінен лақтырғанда көліктің аспан құшып кетеді деп ойлап пең. Қазағым-ай, сап-сау тудым, ер болар ем туалған, ерлігімді намысыма суарған, қазақ деген елдің ұлы болам деп жатырыңа біткен кезде қуанғам. Қазағым-ай, қысқа күнде 40 өлең шығарған, ақын ұлттың ұлы бол ұлы арман. Мен әу баста жаратқаннан сол үшін мына сенің жатырыңа сұранғам. Ей адамдар, мен жолдамын, мені ұмытып кетпеңдер. Аза тұтып жатыр маған көк пен жер, тым құрса баспаңдаршы миымды, жинап алсын кептерлер. Бейшара бейкүнә бір сағатта өмір сүре алмаған баланың жаны осы қуаныш ақын арқылы сөйлегендей болды да, бүкіл қазаққа назын айтып, өз болашағыңды өзің миын шашып кете бердің ғой деген секілді бір өте ауыр, бірақ барлық шындықты айтқан өлең болды. Еліктіретін нәрселер көп. Жалт-жұлт еткен дүниелер қанша еліктіргенмен, ең басты байлық бала екені даусыз. Ал сол байлығымызды көпсініп, көшеге лақтырып тастасақ, ұрпағымыз тұлғалар сөзсіз. Ендеше қыз бен ұлдың тәрбиесіне кешігіп қалмай, дер кезінде көңіл аударайық. Біздің үйде амандықпен жүздескенше.